Сайрам ауданы білім бөліміне қарасты оқу өндірістік комбинаты коммуналдық мемлекеттік мекемесі мобилография мамандығы. Мобилография мамандығы мобильді құрылғыларды пайдалана отырып, жоғары сапалы бейнені жасаудың негіздері мен озық әдістерін жан-жақты оқытуды ұсынады. Оқушыларға мобильді бейне түсірудің артықшылықтары, ұялы телефондағы камераның негізгі мүмкіндіктері және бейне сапасын жақсартудың әртүрлі жолдары туралы білуге мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар, мобилография мамандығы бейне материалдарды импорттау мен ұйымдастыруды, уақыт кестесімен жұмыс істеуді, эффектілерді, мәтіндерді және музыканы қосуды, бейнені өңдеуді қамтиды. Практика сабағында оқушылар бейне түсірудің негіздерін меңгереді және мобильді бейне түсірудің артықшылықтары туралы біледі. Оқушылар ұялы телефондағы камераның негізгі мүмкіндіктерін зерттеп, бейне сапасын жақсартудың жолдарын үйренеді. Мобилография мамандығы ұялы телефонға бейне түсіру туралы кең бөлімді қамтиды. Оқушылар композиция мен перспективаның негіздерін меңгереді, әртүрлі жоспарлармен жұмыс істеуді және эффекттер жасау үшін әртүрлі бұрыштарды пайдалануды, сондай-ақ кадрларды тұрақтандыру ережелерін үйренеді. Мобилография мамандығының маңызды компоненттерінің бірі ұялы телефонға бейне монтаждау. Оқушылар монтаждаудың рөлі мен маңыздылығы туралы біледі және бейнені монтаждау үшін мобильді қосымшалармен жұмыс істеуді үйренеді. Баяу және жылдам түсірілім, бейненің көрінісін ауыстыру үшін әртүрлі эффектілер мен сүзгілерді пайдалану, импорттау және фотосуреттер мен графика сияқты қосымшаларды материалдармен жұмыс істеу тәсілдері үйретіледі. Сондай-ақ, белгілі бір атмосфераны құру үшін әртүрлі монтаждау стильдері туралы және бейнелерге кәсіби көрініс беру үшін бейне эффектілері мен шаблондарын пайдалануды үйретеді. Мамандық сонымен қатар дайын бейнені әлеуметтік желілер мен платформаларда жариялау және тарату бойынша кеңестерді қамтиды. Оқу өндірістік комбинат, коммуналдық мемлекеттік мекемесі автокөлік ісі кәсібі. Автокөлік ісі кәсібінде оқу үдерісін, заманауи оқыту әдістерін қолдана отырып, білікті мұғалімдер жүргізеді. Сабақ өткізу үшін автокөлік ісі кәсібі заманауи сыныптармен, автотренажермен, автозертханамен, сондай-ақ автокөлікті іс жүзінде жүргізу үшін автодроммен жабдықталған. Автокөлік ісі кәсібін оқу нәтижесінде оқушылардың алған білімі мен іскерліктері автомобиль механизмдері мен тораптарының ақауларын анықтауға және жоюға мүмкіндік береді. Жол жағдайында бағдарлауға, әртүрлі жол жағдайларында көлік құралын қауіпсіз басқаруға көмектеседі. Сондай-ақ дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету үшін мүмкін шараларды қабылдау. Оқу процесі барысында оқушылар шығармашылық жұмыспен айналысады. Аудандық және облыстық конкурстарға қатысады. Оқу аяқталғаннан кейін оқушылар Б және Б1 санатындағы көлік құралдары жүргізушісінің біліктілігін беру туралы куәлікті алады. Бұл куәлік оқушыларға осы санаттағы жүргізуші куәлігін одан әрі алуға мүмкіндік береді. Тракторшы машинист кәсібі. Оқушыларымыз бұл кәсіпті бітіргенде тракторшы машинист санаты бойынша куәлік алып шығады. А санаты дөңгелекті трактор, В санаты шынжыр табанды трактор, Е санаты комбайн, В санатты жеңіл көлік жүргізушісі бойынша оқыды деген куәлік алады. Яғни оқушылар жеңіл көліктің құрылымын және жүргізуді үйренеді. Біздің оқушылар оқу барысында көптеген іс-шараларға қатысады. Мектепшілік, аудандық, облыстық және республикалық байқауларға қатысып, өз шығармашылық қабілеттерін көрсетіп, жүлделі орындар алып жүр. Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы машинист мамандығы бойынша теориялық сабақтарға арналған кабинетіміз бар. Ол кабинеттерде заманауи қабырғалықтармен, плакаттар, макеттермен, оқу құралдарымен және проектормен жабдықталған. Бұл мамандықта біліктілігі жоғары мұғалімдер мен нұсқаушылар қызмет атқарады.
Тракторды жекелей жүргізу сабақтарында 3 трактор пайдаланылады. Тәжірибелік сабақтар ауданымыздың Манкент өндірістік кооперативті мен және Зиябек шаруа қожалығында өткізіледі. Ол жерде оқушылар жер жырту, егін егу және ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жасауды үйренеді. Құрметті оқушылар, сіздер үшін ең қызықты, болашаққа пайдасы мол және қазіргі өмірімізге қажет заманымызға сай мамандықтардың бірі жиһаз жинақтаушы мамандығы болып табылады. Осы мамандықты меңгеріп, сіз өз қолыңызбен және электрлендірілген құралдармен жұмыс жасауды үйренесіз. Оларды жұмысқа қалай дұрыс дайындауды, пайдалануды және жұмыста түрлі сызбаларды, технологиялық карталарды жасау, дұрыс өлшеуді үйренесіз. Қазірдің өзінде Қазақстан Республикасында жаңа құрылыстар өте белсенді жүріп жатыр. Сондықтан әртүрлі ыңғайлы әрі әдемі жиһаздарды жасау, оларды орналастыру ерекше орын алуда. Осы мамандықты меңгеру геометрия, математика, сызу, физика, химия, биология және дизайн өнері пәндерін қамтиды. Жиһаз жинақтаушылар үнемі сұранысқа ие, бағалы әрі сыйлы азаматтар. Олардың жалақысы жақсы және сұранысқа мол болып табылады. Токарь дәнекерлеуші мамандығы. Істі доңғалақтарсыз, гайкаларсыз және болттарсыз кем дегенде бір машинаны немесе кейбір жабдықты елестету қиын. Механизмді үйлесімді ету үшін сіз осы болттар мен гайкаларды керемет дәлдікпен бұрап алуыңыз керек. Бұл дәлдікті үйрену үшін сізге токарь жасау керек. Содан кейін механизмді іске қосуға болады. Токарь металдан, ағаштан, шинадан, пластмассадан бөлшектерді оларды қайрайтын арнайы айналмалы станокта жасаумен айналысады. Токарь мамандығы экономиканың көптеген салаларында сұранысқа ие. Жеңіл және ауыр өнеркәсіп, машина жасау, тұрмыстық қызмет көрсету саласы, автомобиль жасау және басқалары. Сондықтан кәсіби маман үшін жұмыс әрқашан болады. Токардың тәжірибесі мен дағдылары неғұрлым көп болса, сол ғұрлым жоғары ақы төленетін орынды табу мүмкіндігі артады. Дәнекерлеуші кәсібі. Өнеркәсіптің барлық дерлік салаларында дәнекерлеу жұмыстары қажет. Мысалы, машина жасау, кеме жасау, ауыл шаруашылығы, мұнай өңдеу өнеркәсібі. Сізді сән әлемі қызықтыра ма? Сіз адамдардың образын өзгертіп, олардың өз-өзіне деген сенімін арттырғымыз келе ме? Онда сіздерді Түркістан облысы Сайрам ауданының білім бөлімінің оқу өндірістік комбинаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің шаштараз стилист мамандығы бойынша білім алуға шақырамыз. Мұнда оқушылар қызмет көрсету саласы мамандықтары туралы жалпы мағлұмат, шаштараз кәсібінің кіріспесі, шаштараз өнерінің алғашқы қадамдары, шаштараз жұмысының қыр-сырымен және де алған білімдерін болашақта қосымша табыс табуға, кәсіппен айналысу сынды шаштараз өнеріне қатысты көптеген маңызды дүниелермен танысады.
Бұл мамандыққа оқытудың мақсаты. Болашақ шаштараз мамандығын таңдаған оқушыларға шаштараз кәсібінің тиімді тұстарын өз өмірлерінде пайдаға асыра білуге, табыс тауып, кәсіппен айналысуға мүмкіндік алатындықтарын түсіндіру және бағыт-бағдар беру болып табылады. Оқу курсы барысында шаштараздың жұмысын ерекшеліктері мен құрылымын меңгереді. Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің жұмыс барысын кәсіби этика, шаш үлгілеу, әсемдеу, бояу түрлері мен әдістерін үйрену. Сонымен қатар шаш типтері, шаш күтімі, түрлі шаш үлгілері, бет және тері күтімі, визажистік өнерін де қоса қамтиды. Оқу үрдісі барысында теориялық және практикалық білік дағдыларын ашуға ерекше назар аударылады. Білімді пысықтау үшін машықтану дәрістері аудан орталығында орналасқан Альфия, Айдын, Севара сұлулық салондарында жүргізіледі. Байқау практикасы және өндірістік іс тәжірибе кезінде білім алушылар сән салондарының жабдықталуы, құрал-саймандардың заманауи түрлері және оларды дұрыс пайдалануға, келушілерге сапалы қызмет көрсетуге, кәсіби шеберлердің жұмыстарымен танысып, өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алып, іспен шұғылдануға мүмкіндік алады. Нәтижесінде оқушыларымыз осы кәсіпті қосымша ретінде алған білімдері мен практиканы пайдалану барысында айналасындағы қаншама қыз-келіншектерімізге қуаныш сыйлайды, сұлу да сымбатты болуға өз үлестерін қосады. Оқу өндірістік комбинаты жоғарғы сынып оқушыларына көптеген мамандық бойынша кәсіби бағыт-бағдар береді. Әрбір жоғарғы сынып оқушыларының бойында бір сұрақ мазаласа керек. Ол қай мамандық иесі боламын, қай кәсіпті таңдаймын деген сұрақ. Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтың бірі тігін ісі мамандығы. Оқу өндірістік комбинатында тігін ісі бойынша оқушыларымыз 3 жыл бойы білім алады. Сабағымыз бір сабақ теория және де 3 сабақ практика болып өтеді. Біздің кәсіп бойынша алған білімдерін оқушыларымыз АХБК тігін фабрикасында жалғастырады. Оқушыларымыздың өздері тігіп дайындаған киімдері бойынша аудандық дефиле байқауында қыздарымыз жүлделі орындарға ие болуда. Қыздарымыздың қолынан дайындалған көздеріңіздің жауын алатын туындылары аудандық, облыстық көрмелерде және де семинарларда жұрт назарына ұсынылады. Біздің кәсіпке келіп білім алатын оқушыларымыз ерлер, балалар, қыздар киімдерін тігіп үйренеді. Ұлттық, тұрмыстық бұйымдар дайындап, бисер тоқу, тоқыма өнері, перде тігуді үйренеді. Және де адам сұлбасына қарай киімді дұрыс таңдау, стиль түрлері және де эскиз салу осы бағыттар бойынша білім алады. Тігін ісі кәсібі мұғалімдері сіздерді бізден келіп білім алуға шақырады. Келіңіздер. Аспаз болғыңыз келе ме? Дәмді тағам әзірлеуді ұнатасыз ба? Қиялыңыз бен шеберлігіңізді ас үйде көрсеткіңіз келе ме? Онда сізді аспаз кәсібіне шақырамыз. Бұл тек тамақ дайындау емес, бұл өнер. Оқу өндірістік комбинаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінде білім алып, кәсіби аспаздықтың қыр-сырын меңгеріп, мейрамханаларда жұмыс жасап, немесе жеке кәсібіңізді ашуға жол ашыңыз. Нағыз аспаз әрбір тағамға өз жүрегінің жылуын салады. Аспаздық тек кәсіп емес, ол өмір салты. Кім-де-кім осы жолды таңдаса, үнемі үйренуге, өзін-өзі дамытуға, шабыттануға дайын болуы керек. Аспаздық адамзатпен бірге келе жатқан ежелгі кәсіп. Тамақ өмір сүрудің басты қажеттілігінің бірі. Дұрыс дайындалған тағам денсаулық кепілі. Құнарлы, дәруменге бай тағамдар иммунитетті күшейтеді. Аспаздық білім өзіңе және жақындарыңа қамқорлық. Үйде тамақ дайындау қаржыны үнемдеудің бір жолы. Аспаздықты кәсіпке айналдырып, табыс табуға болады. Сондай-ақ бұл кәсіпкерлікке жол ашатын сала. Аспаздық сұранысқа ие құрметті мамандық. Әрбір адам аспаздықты меңгеру арқылы өз өмірін жақсартуға болады. Біздің мекемеде аспаз кәсібі сабақтары теориялық және іс тәжірибелік, яғни практикалық негізде жүзеге асырылады. Оқушылар бір сабақ тақырып бойынша
теориялық білім алсам, қалған сабақтарда түрлі тағам түрлерін, тәттілер, тіске басарлар, сусындар, тағы басқаларын жасап үйренеді. Стация жасап, кем-кетігін дұрыстауға үйренеді. Сабақтың соңына қарай жұмыс орнын жинастырып, әр дәрісте жаңа бір дүние үйренеді. 10-шы сыныптан бастап, оқушылар ауданымызда орналасқан дәмхана, кафе, мейрамханаларға келісімшарт бойынша практикалық іс тәжірибеге барады. 11-ші сыныпта мемлекеттік емтихан тапсырып, 3-ші санатты аспаз куәлігіне ие болады. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы. Оқу өндірістік комбинаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша оқушылар балаларды күту және мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру жұмыстарымен танысады. Оқу курсы барысында тәрбиеші көмекшісі жұмысының ерекшеліктері мен құрылымын меңгереді. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамытудағы күн тәртібін сақтаудың маңыздылығын түсінеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібінің мазмұнын және балабақшадағы әртүрлі жас топтарындағы күн тәртібінің ерекшелігін, күн тәртібіне байланысты үдерісті ұйымдастыру әдістерін меңгереді. Баланың өсуі мен дамуының заңдылықтарын, психологиялық ерекшеліктерін түсінеді. Психикалық және танымдық үдерістер туралы алғашқы білім алады. Балалардың қызметін ұйымдастырудың психологиялық педагогикалық жағдайын талдайды және оң қарым-қатынастарды қалыптастырады. Топта ұжымдық қарым-қатынас орнатудың негізгі тәсілдерін қолдануды үйренеді. Ең бастысы, бұл мамандықта оқу барысында өзінің бойындағы педагогикалық бағытқа деген қабілеті мен бейінін анықтайды. Көркемдік дизайн жұмыстарын орындаушы мамандығы заман талабына сай сұранысқа ие мамандық. Оқу бағдарламасы көркем және бейнелеу өнеріне қызығушылығы бар шығармашыл тұлғаларға арналған. Бағдарлама аясында оқушылар көркем және безендіру жұмыстары үшін қажетті материалдар мен техникаларды дұрыс таңдауды және қолдануды үйренеді. Сондай-ақ оқушылардың әртүрлі графикалық мәнерлеу құралдарын, сызықты, штрихты, дақты, тоңды, көлеңке мен жарықты пайдаланып, жазықтықта көлемді пропорцияны, фактураны, кеңістікте күйін беру және бейнелеуге үйренеді. Композиция және перспектива заңдылықтарын сауатты қолдануға, түстік қатынасты көруін, көркем бейнені есте сақтауын, шығармашылық белсенділігін, көркемдік елестету және қиялға берілу қабілетін дамытып, қысқа мерзімдік этюдтер мен ұзақ уақыт орындалатын жұмыстардың орындалу жолдарын үйрету. Дизайн негіздері мен түстану теориясын меңгеру арқылы шығармашылық жұмыстарына кәсіби көзқараспен қарауды үйренеді. Оқу барысында қаріптердің түрлері мен олардың сипаттамалары, қаріппен жұмыс істеу техникасы және көркемдік композициядағы рөлі қарастырылады. Сонымен қатар жарнамалық үгіт материалдарын, жобалау негіздері мен компьютерлік графика саласының мүмкіндіктері меңгеріледі. Практикалық сабақтарда интерьер дизайны мен сызбалар дайындау жұмыстары жүзеге асырылады. Арнайы технологияларды қолдану арқылы оқушылар нақты жобалармен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, оқушылар осы бағыттар бойынша аудандық, облыстық, республикалық байқауларға қатысады. Бұл мамандық болашақ дизайнерлерге, жарнама және безендіру саласының мамандарына қажетті кәсіби білім мен машық береді. Тәртіп табыстың басы, ал кеңседегі тәртіп офис менеджердің қолында. Офис менеджер кәсібі қазіргі заманғы кеңсе жұмысын ұйымдастырып, басқаруға жауапты мамандық. Бұл кәсіп көптеген пайдалы дағдыларды үйретеді және кез келген ұйымның тиімді жұмыс істеу үшін өте маңызды рөл атқарады. Офис менеджердің негізгі мақсаты кеңсе ішіндегі ұйымдастырушылық және әкімшілік жұмыстарды тиімді жүргізу арқылы компанияның тұрақты әрі нәтижелі жұмыс істеуіне жағдай жасау. Маманның міндеттеріне кіреді: кеңсенің күнделікті жұмысын ұйымдастыру,
құжаттарды қабылдау, тіркеу, сақтау және жіберу, басшылықтың тапсырмаларын орындау және қадағалау, қызметкерлердің жұмысын үйлестіру, байланыс орнату, жиналыстар, кездесулер, іс-шаралар ұйымдастыру, кеңсе құрал жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қонақтарды қарсы алу, телефон қоңырауларына жауап беру. Офис менеджері кәсібі нені үйретеді? Құжаттармен жұмыс істеуді, кеңсе техникасын қолдануды, іскерлік қарым-қатынас әдебін, ұйымдастырушылық жұмыстарды, уақытты тиімді пайдалануды, командамен жұмыс істеуді және стресске төзімділікті. Бұл кәсіп не үшін керек? Кеңседегі тәртіп пен ұйымшылдықты сақтау үшін, басшылық пен қызметкерлер арасындағы байланысты реттеу үшін, құжаттар мен ресурстардың дұрыс айналымын қамтамасыз ету үшін, компания имиджін қалыптастыру үшін, жұмыс процесін жеңілдетіп, қызметкерлердің назарын өз міндеттеріне аударту үшін. Яғни, офис менеджері компанияның жүрегі. Түркістан облысы Сайрам аудандық білім бөлімінің оқу өндірістік комбинат коммуналдық мемлекеттік мекемесі 9-10 сынып оқушыларын күтім бойынша кіші мейгер мамандығына оқуға шақырады. Сіздер мамандық бойынша кәсіптік білім аласыздар. Оқу бағдарламасына адам анатомиясы мен физиологиясы, науқастарға жалпы және мамандандырылған күтім, аурулардың алдын алу, алғашқы медициналық көмек көрсету жатады. Кәсіби дайындық бағдарламасына теориялық білім мен практикалық дағдылар кіреді. Курстың тәжірибелік бөлімі медициналық ұйымдар базасында өткізіледі. Сонымен қатар емдеу мекемелеріне, дәріханаларға, медициналық оқу орындарына экскурсиялар өткізіледі. Оқу курсы аяқталғаннан кейін біліктілікті алғаны туралы куәлік тапсырылады.